Әр ұрпақта жұлдыздар дүниеге келеді, бірақ әр 100 жыл сайын ерекше оқиғалар орын алады. Уақыт тоқтап, тек бақылау үшін әлем қарастырады. Соқтығысатын тек адамдар емес, бір-біріне тек табиғат күштері. Екі жол, екі философия, екі аңыз бүкіл футбол әлемін екі лагерге бөлді. Екі генийдің тарихы дүниенің екі нүктесінде басталды: Аргентинада және Португалияның Мадейра аралында. Сәлем баршаңызға. Бүгінгі шығарылым басталмастан алдын арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. 100 000 оқырманға бірге жетейік. Лионель Андрес Месси 1987 жылы 24 маусымда Аргентинаның Росарио қаласында дүниеге келді. Оның отбасы қарапайым болды. Әкесі зауытта жұмыс істеді, ал анасы тазалықшы болды. Лео өте кішкентай бойлы болды, бірақ бұл оған алаңда үлкендер арасында ерекшеленуге кедергі болмады. Ол тек допты жүргізіп қана қоймай, доппен бір тұтас болды. Бірақ оның жолы оңай болған жоқ. 10 жасында оған өсу гормонының жетіспеушілігі диагнозы қойылды. Күнделікті инъекциялар, қаржының жоқтығы және қымбат емді төлеуге дейін клуб табу мүмкін еместігі оның болашағын қауіпке тікті. Месси Ривер Плейтке бару мүмкін еді. Клуб оны тіркеуге ниет білдірген, бірақ Аргентинадағы экономикалық дағдарысқа байланысты клубта емге жеткілікті қаражат болмады. Бірақ жолдар жабық сияқты көрінгенде Барселонаның ұсынысы пайда болды. 13 жасында Лионель Каталонияға көшіп, клуб барлық шығынды өзіне алады. Жаңа елде өмір оңай болған жоқ. Тіл, мәдениет, отбасы мен достарының алыстау бұл баланың үшін қиын болды. Бірақ Леода футболға деген махаббат пен құмарлық бар еді. Бұл оған қиындықтарды жеңуге көмектесті. Месси туғанға 2 жыл бұрын 1985 жылы Мадейра аралында Криштиану Роналду Душ Сантуш Авейру дүниеге келді. Оның отбасы одан да кедей болды. Ол отбасының 4-ші баласы еді. Анасы баланы тудыруды тоқтату мүмкіндігін қарастырғанын жасырмайды. Бірақ дәрігер баланың тууын қадағалауды ұсынды. Әкесі бақташылықпен айналысты және футбол клубында қосымша жұмыс істеді. Дәл сол клубта Роналдуның футбол карьерасы басталды. 12 жасында Криштиану Спортинг академиясын түсіп, Лиссабонға көшті. Ол жалғыздыққа, акцентіне және отбасыдан алыстауға шыдады. Бірақ оның бір ғана жоспары болды. Криштиану жаттығуға үнемі бірінші келеді, соңғы шығып кетеді. Физикалық формасын жетілдіріп, максимумға жетуге тырысты. Оның табандылығы тіпті жаттықтырушыларды таңғалдырды. 15 жасында ауыр жағдай орын алды. Жүрегінде тахикардия анықталды. Бұл ауру оның футбол карьерасына қауіп төндіріп, денсаулығына да әсер етуі мүмкін еді. Лазермен операция жасау шешімі қабылданды. Жүректегі ақаулы аймақ емделді. Операция сәтті өтті. Бірнеше күннен соң Криштиану қайта жаттығуға шықты. 1 жылдан соң Роналду Спортингтің негізгі құрамына шықты. 18 жасында Манчестер Юнайтедке қарсы матч ойнап, ойынымен қызыл шайтандарды таң қалдырды. 1 аптадан соң олар келісім жасады. Португалия сэр Алекс Фергюсонның қол астында болды. Ол Роналдуның керемет ойыншы болатынына сенімді болды. Ол тек жақсы емес, ең үздік болғысы келді. Ол өмірі осыған тәуелді сияқты жаттығатын деді. Фергюсон 2008 жылы 23 сәуірде олардың қарым-қатынасындағы бір эпикалық кезең басталды. Сол уақытта Роналду Барселонаға ауысу мүмкін деген сыбыстар тарады. Ал Лео бұл трансфер туралы Роналдумен бір рет командада ойнау керемет болар еді деп айтқан. Сол жылы Лига чемпиондарының жартылай финалында
Барселона мен Манчестер Юнайтед кездескен. Роналду 23 жасында Миуде негізгі ойыншы болды. Керемет маусым өткізіп, 40-тан астам гол соқты. Ал 20 жасар Месси Барселонада Роналдиноның мұрагер ретінде танылды. Бүкіл футбол әлемі осы кездесуді күтті. Бұл олардың алғашқы ресми кездесуі, екі тұлғаның бір-біріне қарсы шығуы. Алғашқы матч 0-ік тең ойынмен аяқталды. Бірақ бұл матчты жеңіл деп айтуға болмайды. Екінші матчта Мю жеңіске жетті. Роналду тағы да гол соға алмады. Бірақ Месси өз ойынын көрсете алмады. Сол жылы Мю лига чемпиондарын жеңді. Роналду алғашқы алтын добын алды. 2009 жылы Барселона Мюден реванш алды. Сол кезде Роналду Реалға рекордтық 94 миллион евроға ауысты. Осылайша олардың қарсыласуы Испанияда жаңа кезеңге өтті. Барселона Ла Лиганы жеңіп, Месси 47 гол соқты. Роналду 33 голмен жауап берді. Сол уақыттан бастап екі футбол аңызының жарысы жалғасты. Месси футболдағы сиқыр мен таланттың символы, ал Роналду еңбекқорлық пен ерік жігердің үлгісі. Олар бірге футбол дәуірін жасап, әлемге ұмытылмас сәттер сыйлады. Олардың қарсыласуы туралы дау кім үздік дегенге емес, екі стильдің футболға қалай биіктік қосқанына қатысты. Месси шығармашылық пен шеберлікті, Роналду күш пен табандылықты көрсетті. Екі ойыншы да әлемнің миллиондаған жанкүйерін шабыттандырды. Турнирлерде олардың рөлі ерекше болды. Месси бірнеше рет ұлттық құрамамен жетістікке жете алмады. Ал Криштиану Португалияға тарихи жетістіктер сыйлады. 3 ұлттық титул. Олардың тарихы бұл тек голдар мен жеңістер емес, екі философияның, екі көзқарастың соқтығысуы. Еш қайсысын басқасынан артық деп айту мүмкін емес. Олар футболды жаңа биікке көтеріп, әлемді таң қалдырды. Осылайша біз екі аңыздың дәуірінің куәгері болдық, және тек оларға құрмет көрсету ғана қалды. Сонымен сіз кімге жанкүйерсіз? Төменге жазып кетіңіз. Бүгінгі шығарылым аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. 100 мың оқырманға бірге жетейік. Давай.